Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін менің арнамда сіздерге Рамазан айында қалыптастырып үлгеру керек 8 әдет жайлы айтып беретін боламын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағаланың мұсылман құлдарына қасиетті етіп берген бірнеше күндері мен айлары бар. Қасиетті айлардың бірі әрі бірегейі Рамазан айы. Рамазан айының ерекшелігі сол, мүміндер бұл кезде бір ай бойы ораза ұстайды. Рамазан мейірімділіктің, қайырымдылықтың, сабырлылықтың, кешірімділік, тақуалық және нәпсіні тәрбиелеу, өз-өзіңе есеп беру айы. Осымен қатар Рамазан Құран айы, тақуалық пен тәрбие айы ретінде байыпталады. Рамазан айлардың сұлтаны, күнәлардың кешірілетін, мың айдан да қайырлы қадір түні бар, шоқтығы биік ай. Негізі ораза ұстаудың рухани һәм денсаулыққа пайдалары өте көп. Рухани пайдаларының бірі адам баласын сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Өйткені пенде күнін Алла тағалаға иман еткен күйде аштықпен, шөліркеумен өткізеді. Пенде адамның ашуын тудыратын қандай да бір келеңсіз жайттарға тап болса, мен оразамын деп сабырға келеді. Жалпы мұсылман қоғамында осы Рамазан айында қылмыс азаятыны белгілі. Өйткені Алланың мұсылман пенделері өзін және өзгелерді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тияды, нәпсісін тізгіндейді, мейірімді, кешірімді болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде, кім Рамазан айының оразасын шын иман және ықыласпен ұстаса, оның бұрын істеген күнәлары кешіріледі деген. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде Рамазанның басы рахмет, ортасы кешірім, соңы тозақ отынан құтылу деген екен. Ал Алла тағала пендесін бар күнәсіне қарамастан осылай кешіріп тұрса, онда құлға жарасқаны өзге құлдарды да кешіре білу емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде ораза ұстаушының екі үлкен қуанышы бар. Ауыз ашқанына қуанады және Раббысымен қауышқанда ораза ұстағанына қуанады деген. Рамазан сауап жасау, мол мүмкіндік, рухани тұрғыдан да өз-өзіңді жаңғыру айы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: ауызы берік кісіге ауыз аштырғанға ораза ұстағанның сауабындай сауап беріледі. Бұдан ораза ұстаушының сауабы еш кемімейді. Ораза айы күнәдан тазару айы. Адамдарды жаннатқа кіргізетін нәрсе тақуалық пен көркем мінез. Ал осы шынайы тақуалықты адам баласы Рамазан айында сезінеді. Ал ондай кісі жаннатқа лайық. Осы хадисте баяндалғандай, жұмаққа лайықты адамның келесі қасиеті ол көркем мінез. Көркем мінез нәпсіні тізгіндеуден, тақуалықтан туындайды. Өзін-өзі басқаруы күшті, нәпсісі тәрбиеленген адамның мінез құлқы да тамаша. Ондай адам сабырлы, мейірімді, жомарт келеді. Басқаға қызғаныш қылмайды, күндес болмайды, зұлымдық, жамандық жасамайды. Ораза ұстаған адам нәпсісін басқара білуі, мінез құлқын көркемдеу және тілін жаман сөздерден тыю арқылы оның бойы күнә кемшіліктерден тазарып, Алланың рахметі мен мағфиратына бөленіп, жәннатқа лайықты ізгі жанға айналады. Ораза ішіп-жеу және шахуаттан тыйылу арқылы орындалатын құлшылық. Ал тамақ пен жыныстық сезім адамзатты азғыратын, жолдан тайдыратын нәпсі нөкерлері десек болады. Нәпсі адамның ішкі жан дүниесі, рухани азық болатын нәрселерден гөрі тәнге азық болар нәрселерге үгіттейді. Оразаның тағы бір пайдасы осы нәпсінің екі нөкерін тізгіндеуіне септігін тигізеді. Нәпсісін тізгіндеп, өз-өзін басқара білген адамды тақуа дейді. Пенде оразаның арқасында нәпсісін толықтай ауыздықтап, өзі де ұлы жаратушының алдында шынайы мойынсұнған құлға айналмақ. Ораза тұтқан кез келген жан өзінің ораза ұстамаған бұрынғы бейғам күндеріне қарағанда тазалықты, пәктікті сезінеді. Яғни еш нәрсеге, тіпті бір жұтым суға да қол соза алмауы, барлық нәрсенің иесі бар екенін, өзінің әлсіз құл екенін түсінеді. Осыдан барып ол өзінің барынша әлсіздігі мен мұқтаждығын сезініп, Алланың рахымдылығына қарай бет түзейді. Сондықтан нәпсісін тежеп жасалған тарыдай ғибадат ықылассыз орындалған таудай құлшылықтан артық. Баяғы өткен данышпандардың бірі, нәпсісін ақылына тізгіндеп бере алған адам мақсатына жетеді, ал ақылын нәпсісіне тұтқын етіп берген кісі жолда қалады деген екен.
Алла тағала періштелерді жаратып, оларға тек ақыл, жануарлар әлемін жаратып, оларға тек нәпсі берген. Ал адамзатты жаратып, ақыл мен нәпсіні қоса берген. Періштелерде нәпсі болмағандықтан Алланың әмірін бұлжытпай орындайды. Жануарларда тек нәпсі ғана болғандықтан олардың бар мақсаты қарынды тойдырып, жыныстық сезімін қандыру қамында ғана өмір сүреді. Ал адам баласында періштедегі ақыл да, жануардағы нәпсі де бар. Адамзаттың періште мен жануардан айырмашылығы мына дүниеге сынақ үшін келгені. Рамазан айында қалыптастырып үлгеру керек 8 әдеттің бірі ерте жатып, ерте тұру. Сәресіден соң қайта ұйықтамай, күніңізді бастап кетіңіз. Көп шаруаңызды ерте тындырып аласыз. Ертеңгі таңда да ерте тұру үшін кешкісін ертерек ұйқыға жатыңыз. Екіншісі, дұрыс тамақтану. Күндіз ішіп-жеуден тыйылған кісі ауыз ашқан соң тамаққа бас салып талғамай жұта берсе, оразаның пайдасынан көрі зияны көбірек тиеді. Абзалы алдымен су ішу, жарты сағаттан кейін дұрыс дайындалған негізгі тағамды ішу. Үшіншісі, ысырап жасамау. Ауызашар сәтке түрлі тағамды үйіп-төгіп дайындап алудың да қажеті шамалы. Төртіншісі, артық сөзден, істен тыйылу. Бесіншісі, хадис, сүре көп жаттау. Алтыншысы, эмоцияны басқара білу. Рамазан айы кезінде қанша ашуға булығып немесе реніш кернеп тұрса да, қарсыдағы кісіге сыпайы, салқынқанды жауап беруге тырысу керек. Жетіншісі, ерік-жігерді жаттықтыру, және де ең соңғы 8-шісі ол режиммен жүру. Құрметті көрермендер, әрине, оразаны хадисте келгендей иман келтіріп, бір Алланың ғана разылығы үшін ұстауымыз қажет. Дегенмен де Раббымыз бір құлшылықтың өзінде бізге қаншама пайдалы сый берген екен. Сол үшін де ораза нығметін дұрыс пайдаланайық. Соңына дейін көргеніңізге рахмет, сау болыңыз.